Salamatlarma, hurmatli o'quvchilar. Sizlar men nomer 4 maktab gimnaziyaning matematika fani muallimi Tajiy Sultan ag'aylarimiz. Bugun sizlar men o'rtaman dispersiya және standartga autuqu taqribin qaytalaytin bo'lamiz. Bugungi sabağımızın maqsadi dispersiya, standartga autuqu anықтамаларын және оларды есептеу формулаларын білу. Yani sabağımızın maqsadi мәліметтерді жинақтап, o'rtamanni tabi alу, kvadratlarning o'rta мәнін topib dispersiyasini есептеу, statistikалық мәліметтерді талдап, стандартқа ауытқуға дейін толық есептерді шығару. Бүгінгі сабағымызда қолданатын құндылықтарымыз сенімділік және тұрақтылық. Яғни сенімділік, dispersiya неғұрлым аз болса, мәліметтер орташа мәннің айналасында тұрақты орналасады. Бұл экономикада, өндірісте және спортта және басқа салаларда тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Al taqib oraltın bolsaq, orta mən, dispersiya, standart autuqu. Yani orta mən degenimiz özü ne? Orta mən bol məlumatlarının jiyininin ortaşa mənin есептейтін көрсеткіш. Ol bарлық mənlərinin қосындысын onlardan sanına bölü arqılı табылады. Мінеге көздеріңіз алдында orta mən formulası tur. Yani x ortaşan табу үшін biz x1, x2, x3, yani x n'e дейін қосып, onlarda barlıq mənlər sanına bölemiz. Yani n'ge bölemiz. Al dispersiya degenimiz ne? Dispersiya bu mənlərdən ortaşa şamadan qanşalıqda alçaq ornalaşqanın көрсететін көрсеткіш. O kelesi formulası boyunca anlatılады. Yani dispersiyamız kvadratlarının orta mənindən orta məninin kvadratının ayırmasına teң. Kvadratlarının orta məni bu yani hər bir mənin kvadratqa көтеріп, олардың қосындысын мәндер санына бөлу. Ал одан кейін бізде стандартқа ауытқу кеп шығады. Dispersияның түбір астына алынған мәні ол мәліметтердің орта мәннен қаншалықты ауытқығанын көрсетеді. Яғни стандартқа ауытқуын табу үшін біз формуласы тұр. Dispersияны біз түбір астына алуымыз керек. Сіздер дәптерлеріңізді ашып, осы формулаларды жазып, келесі сабаққа жаттан білулеріңіз керек. Енді бір есеп қарастырайық. Мысалы, сіз күнделікті такси қызметін пайдаланасыз, және 5 күн бойы күнделікті жол жүру вақтыңызды минутпен белгілеп жүрсіз. Бірінші күні 25 минут, екінші күні 30, үшінші күні 20, төртінші күні 35, және 5-ші күні 25 минут. Жол жүру вақтарының dispersиясын және стандартқа ауытқуын табыңыз дейді. Al biz aldымен мінекей кесте құрып алдық, вариацион қатар түзіп алдық, олардың жиіліктерін жаздық. 20 бізде 2 рет қатысқан, міне есепте көрініп тұр, 20 2 рет, 25 1 рет, 30 1 рет, 35 ол да 1 рет көрсетіліп тұр. Мына жерде есепте 22 рет. Кестеде солай түзілген екен. Енді қараңыздар. Алдымен мен квадраттарының орта мәндерінің квадраттарын есептеп алдым. Яғни 20-ның квадраты 400, 25 625 тағы сол сияқты. Dispersияның формуласы тұр. Енді орта мәнді табу үшін біз әрбір мәнді олардың жиіліктеріне көбейтіп, мәндер санына бөлдік. Бізде 26 шықты. Ал квадраттардың орта мәні тура сондай. Әрбір мәннің квадратын олардың жиіліктеріне көбейтіп, оларды 5-ке бөлгенде 710 шықты. Ал dispersiyamız 710-дан 676-ны алған кезде бізде 34 шығып тұр. Оны түбірге алатын болсақ, бізде стандартқа ауытқу 5,8. Бұл такси A-ның бізде dispersiyасы және стандартқа ауытқуын есептедік. Ал мына жерде тура сондай такси B. Екінші такси, екі таксini салыстырып отырмыз біз. Бұл жерде мысалға 26-дан 1 рет, 27-ден 2, 28-ден 1, 29-дан 1 рет. Олардың квадраттары жазылған, dispersiya орта мән есептелген, квадраттар есептелген, dispersiyаны есептеген кезде 1,4 шықты. Ал стандартқа ауытқу 1,1. Енді екі таксini салыстыратын болсақ, қараңыздар оқушылар. Бірінші такси бізде такси A, dispersiya 34, ал екінші таксиде 1,4. Көрдіңіздер ме? Екі таксиде айырмашылығы қандай?
Standart output birinchi taksida 5,8 bo'lsa, ikkinchi taksida 1,1 chiqib turibdi. Endi bu neni bildiradi? Eğer buna dispersiya және standart output ulkan bo'lsa, bizde orta мәннен qanchalıqta alыс o'rnashganini bildiradi. Yani orta мәні bizde 26 болып тұр ғой. Al standart output 5,8 bo'lsa, demek buna taksi bir kuni kech yursa, ko'p vaqt yursa, bir kuni az vaqt yuradi degan bildiradi. Yani buna 26'dan output ko'p, 5'te 8 6'ga дейін de output. Мысалы 20 minutda boruvi mumkin, или bo'lmasa 32 minutda boruvi mumkin. Onu biz bilmaymiz. Al mına жақта orta мән 27'te 4 bo'lganымен, mınaның orta мәнінен ko'p bo'lganымен, бірақ стандарт output кем. Ол кейде 26'da boruvi mumkin, немесе 28'de. Demek mına senimdirek taksi. Yani mınaның жүрүі тұрақты. 1-2 minutқа ғана bizde output oturumu mumkin. Al mına birinchi taksimiz, ol 6 minutga output otur. Yani bu standart output ne üçün gerek? Biz kez kelgen statistikалық мәліметтерді талдап, олардың орта мәнден қаншалықты алыс орналасқанын, олар тұрақты ма, әлде тәуекелі жоғары ма, соларды есептеу үшін бізге өте керекті болар деген. Бұл дисперсия бізге өмірде тек такси қызметтерін ғана емес, бұл білім беруінің оқушылардың бағаларын есептеуде. Мысалы, кейбір оқушыларымыз барлық пәннен бірдей 5 алуы мүмкін, ал кейбір оқушыларымыз кейбір пәннен 3 алса, кейбір пәннен 5. Демек, оларда статистикалық output, стандарттық output көп шыға береді. Ал бағалары бірдей болса, 4-5 болса, стандарттық output'ымыз кем шыға береді. Ол тағы бізде компаниялардың статистикалық мәліметтерді зерттеуде де керек болады. Мысалы, кейбір компаниялардың табысы бірдей. Күн сайын, немесе ай сайын табыстары $1000 болса, $1000, $1200, $1100 болып шығады. Ал кейбір компаниялар кейде $1000 болса, кейде $2000 болып кетуі мүмкін. Ол кезде бізде, яғни тәуекелі жоғары стандарт output көп шыға береді. Яғни қысқаша айтқанда, біз егер сенімді, тұрақты не іздесек, онда біз стандартты output төмен алуымыз керек. Ал тәуекелге барамыз десек, стандартты output'сы жоғарын таңдай береміз. Оқушылар, міне сіздерге енді тапсырма. Сіздер футбол клубының мамандары деп ойлаңыздар. Екі ойыншының соңғы 5 ойынның қалай өзгергенін талдайсыздар. Бұл жерде әлемге әйгілі Месси мен Роналдоның мен соңғы 5 ойынындағы голдардың сандарын мәліметі берілген. Yani екі ойыншыны дисперсия мен стандарт output есептеп талдап берулеріңіз керек. Сол кезде сіздер өздеріңіз командаларыңызға қай ойыншыны аласыздар. Мысалға стандарт output төмен шықса, Мессинікі, мысалға Мессини таңдаймыз, себебі ол сенімді, әр ойында аз гол болса да гол соғуы мүмкін. Ал стандарт output жоғары болса, мысалға Роналдода, ол кейде мүлдем гол соқпауы мүмкін, ал кейде 5-6 голға дейін соғуы мүмкін. Тәуекелге барам десеңіздер, стандарт output жоғары таңдайсыздар. Ал егер сенімді тұрақты таңдаймын десеңіздер, онда дисперсия мен стандарт output'ы аз таңдайсыздар. Оқушылар, енді ары қарай сіздердің өздеріңіз мұғалімдеріңіз мына тапсырмаларды тексеріп, қосымша сұрақтар беріп, жалғастыратын болады. Бүгінге рахмет. Қош, сау болыңыздар.